Қазақтың отбасылық жұбайлық салтында ері өлген әйел сол елдің меншігіндегі адам болып есептеледі және ол бір жылдан кейін жесір отырмай күйеуінің аға інісінің не жақын туыстарының біреуіне шығуы тиіс. Егер бұрынғы күйеуінің жақын туған туысқаны болмаса, немесе ол адамды өзіне тең санамаса, бас еркін сұрайтын кез болады. Бұл ел ақсақалдары мен молданың талқысына салынады. Әйел талабы мақұлданып, басқа адамға тұрмысқа шығатын болса, бұрынғы күйеуінің мал-мүлкінен үлес ала алмайды. Тек төркінінен келген мүлікке иелік ете алады. Мұндай жағдайда бұрынғы күйеуінің жақындары әйелге ренжімеуі тиіс. Мұны қазақ ғұрпында іргеден шығару дейді. Яғни әйел бұл рудың меншігінен кетті деген сөз.